Баршаңызға сәлем. Біз бүгін картоптан драники жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: 2 картоп, пияз, 1 жұмыртқа, ұн, тұз және де қара бұрыш. Біз 2 картопымызды үккіштің ең кішкентай бөлігімен өткізетін боламыз. Содан кейін пиязымызды да дәл осылай өткіземіз. Содан кейін шыққан массамыздың үстіне лимон шырынын қосатын боламыз, жарты қасықтай, себебі біздің картопымыздың түсі өзгеріп кетпес үшін. Енді осы сұйықтықта біз суынан картопымыз бен пиязымызды бөліп алуымыз керек. Сондықтан оны ситадан өткізетін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, содан кейін ситадан өткіземіз, суын ағызу үшін. Енді жұмыртқа, ұн, дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Біздің драникиміздің массасы дайын болды. Ал енді сковородканы қыздырып алып, екі жағынан пісіріп алатын боламыз. Әр жағын 2-3 минут орташа отта пісіріп аламыз. Қарап тұруды ұмытпаймыз, және де бетін крышкамен жабуды ұмытпаймыз. Сонда біздің драникилеріміз мінсіз болып шығады. Бір осы рецептпен 10 шақты драники жасауға болады. Сіздерге осы видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет айтамын. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.